басынан келген адам сияқты. Ал. Ал енді өзіңіз таныстырып кетіңіз, одан кейін жаңа. Полиция инспектор, полиция капитан Базарбаев. Базарбаев. Иә? Бұны сұрағын көріңіз. Иә. Қалыбек. Енді Насыбай саттың деп, несінде МРП-сының бәрін айтсай қанша? МРП бойынша сізге қазір Қазақстан Республикасының 196 бабы бойынша сізге әкімшілік хаттама толтырылады. Міне ашып көрсетейін сізге. Бұл толтырады. Ол заң қашан шықты? Сізге көрсетейін. Бұл Қазақстан Республикасының заңы емес, Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінде көрсетілген заң. Қашан шықты? Мен сізге айтарым ғой, мен көрсетейін. Жоқ, қашан шыққанын айтсай маған. Енді көрсетейін ғой мен сізге, міне. 196 құқық бұзушылық туралы 2014 жыл 5 шілдеде номері 235 бұйрыққа сәйкес. Түсінікті болды ма? Бұл жерде жазылған әкімшілік құқық бұзушылық туралы тауарлармен немесе өзге де заттармен заңсыз сауда жасау. Мынау сізде заңсыз саудаға жатады. Насыбай, иә, Насыбай. Ешқандай бекітілмеген ештеңе заңда көрсетілмеген. Осы нәрсе міне. Еркін сауда жасау Қазақстан Республикасының заңнамасына тыйым салынған немесе шектелген тауарлармен және де өзге де заттарды сауда жасауға тыйым салынады. Көрініп тұрсыз ба? Мынау бізде біріншіден кеше заңнамаға сәйкес бізде шектеу қойылған, екіншіден бұған тыйым салынған. Именно Насыбай бойынша өзіңіз де білесіз. Бұл именно Насыбай бойынша ешқандай сатуға рұқсат жоқ екен. Енді бұл жерде осыған сәйкес сізде 25 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынады. Егер де азамат, есіңіз кім болады сіздің жаңа танысамай кеттіңіз. Ғани. Ғаниге қараңыз, сіздің егер де сізде мына жерде Қазақстан Республикасы заң бойынша ескерту берілсе, біз сізге ескерту беруге міндеттіміз. Түсініп тұрсыз ба? Заң бойынша, тоқтаңыз, заң бойынша көрсетілсе кодексте, заң бойынша көрсетілсе, мен келіп өзін ауызша мен сізге ескерту беремін деп мен айта алмаймын. Мен ондай құзырыма кірмейді. Мен только кодекске сүйене отырып жұмыс жасаймын. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес мен жұмыс жасаймын. Одан артық асып кете алмаймын. Заңда не көрсетіледі, мен соны істеймін. Бұл жерде міне ескертусіз көріп тұрсыз ба? Міне көрсетіңізші, ескерту бар ма бұл жерде? Ескерту жоқ қой бұл жерде? Ескерту жоқ бұл жерде. 25 айлық есептік көрсеткіште. Ауызша ескерту деген жоқ па сіздерде? Ауызша ескерту деген жоқ. 25 айлық көрсеткіште міне бізде қазір бір МРП-міз 3692 теңге. Көбейтеміз 25-ке. Сізге 92.300 теңге айыппұл салынады. Бір Насыбайға бола, иә? Бір Насыбайға бөлеміз екіге. Ол бір аптан ішінде сіз білесіздер, 50% сізге мемлекет бағанағы не береді? Бағанағы төлеуге рұқсат береді бағанағы. Ол 46.000 7 күн ішінде 46.150 теңге. Осы айыппұлды төлейсіз. Сондай. Түсінікті болды ғой. Бұл жерде сізде бір Насыбай емес, сіз бір Насыбай үшін емес, сіз заңсыз осы Насыбайды сатқаны үшін сізге салынып отыр. Бір Насыбай үшін емес. Үйтіп халықты бізді шатастырмаңыздар, өзіңізді де шатастырмаңыз. Бір Насыбай үшін сізді бізді сабатқан жоқпыз. Біз сізге осыны ұсынып, халыққа ұсынып сатқаны үшін сізге біз бағана әкімшілік хаттама толтырып отырмыз. Түсінікті болды ма сізге? Енді числоны айтып жіберіңіз. Число бүгін мен көрсетіп жібере салайын, ешқандай жоқ. Бүгін 19-шы наурыз, иә? 14.40. 14.40. Енді бұған енді заң күшіне енген күні рейд қашан басталды? Мынау мен сізге айтайын. Рейд қашан басталды? Мына зат. Сізге вообще рұқсат жоқ. Жоқ, рейд қашан басталды? Неше күннен бері? ОПМ басталды ма рейд? ОПМ қазір көрсетейін, мен ашып беріңізші. 18-і. Жоқ, көрсетемін мен. Күтіңіз. Ешқандай не жоқ, қазір көрсетемін. Мен сізге күнімен бәрін айтып беремін. Ешқандай не жоқ. ОПМ мен бәрін айтып беремін. Сабыр тұрыңыз. Мен ашып беріңізші ана мен. Міне. ОПМ бізде міне Насыбай 18.03.2024-тен осы айдың 31.03.2024 аралығында. Екінші ОПМ жаяу жүргінші. Егер сіз белгіленбеген жерден өтетін болсаңыз, бағанағы жаяу жүргінші. Бағанағы 18 мен 21 аралығында. Пешеқод емес, андай өтесіз, пешеқод көріп ол бағана белгіленбеген жерден өту. Ол бойынша да сізге бағана айыппұл салынады. Түсініп тұр ғой, көріп көрсетсеңіз болады. ОПМ Насыбай МПС 18.03.2024, 31.03.2024-ге дейін. Түсініп болды ма сізге? Түсінікті. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Енді Видео қосып тұрсыз ғой, өзіңіз айтыңызшы. Келіншегіңізді айтып қалды. Пиво, арақ сатып жатырсыз. Лицензияңыз бар ма? Жоқ. Келіншегіңіз жаңа айтты, мен естідім. Лицензия жоқ. Осы бойынша енді, магазиннің егесі кім болады? Сіз боласыз ба? Келіншегіңіз ба? Келіншегіңізді арнайы қаржы департаментіне жолдаймыз. Ол бойынша да қызметкерлер келеді. Мен сіздерді не yapатқан жоқпын, просто заңды істеп жатып қойын. Заң аясында болғаннан кейін заң шеңберінде жұмыс жасаймыз. Айтып жатырмын, халықты тонау. Bir Насыбайға келіңіздер, бір анаға келіңіздер, бір мынаға такита QR каспи. Енді мысалы, енді біз налог төлеп жатырық, дұрыс па? Біз налог төлеп жатырық. Енді Насыбай кеше Тоқаев мырза сөйледі, Тоқаев мырза кеше. Енді рейдке шығады деді.